Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Райхан. Бүгін сіздерге өте ерекше әрі тез жасалынатын дәмді сәуір салатының рецептімен бөлісемін. Ал бисмилля, салатты бастайық. Ол үшін бізге қажетті заттар: бәсәй капуста, сары бұрыш яғни перец, жүгері, қияр, майонез және тұз, жұмыртқа, кинза қажет болады. Алдымен қиярды алып, осылай бөліктерге бөліп, ірі қылып тураймыз. Дайын болды. Келесі ингредиент бізде сары бұрыш. Сары бұрышты жақсылап жуып алып, ішіндегі артық заттарды алып тастаймыз. Көлемі квадрат болып шығуы керек. Турап болды. Келесі ингредиент бізде капуста. Капустамызды ірі қылып квадраттап тураймыз. Келесі бізде ас көк. Жақсылап жуып алдым. Оларды да ірі квадрат қылып турап аламыз. Дайын болды достар. Келесі ингредиент бізде кинза. Мен өте кішкентай мөлшерін қостым, себебі дәмі қатты шығып кетпеу керек. Міне достар, барлық заттарды турап болдым. Енді кукуруз қосамыз. Дәміне қарай тұзымыз бен майонезді қосып, жақсылап салатты араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Енді 2-3 жұмыртқаны осылай бөліктерге бөліп тураймыз. Салаттың бетіне сәндік үшін қойсаңыздар болады. Күн тәріздес қылып қойып шықтым. Міне достар, біздің салатымыз дайын болды. Өте ерекше, дәмді. Жасап көрсеңіздер болады. Ас болсын.